Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай қызымның жасаған жұмсақ әрі оп-оңай жасалатын шоколадный кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Ең алдымен жұмыртқамыздың барлығын осылай жарып ыдысымызға салып аламыз. Толық рецептісін описанияға қалдыратын боламын. Оның үстіне қантымызды саламыз және де тұзды саламыз. Сұйық майымызды құйып, ұнға ұн қопсытқыш, яғни разрыхительді салып араластырып, біздің жұмыртқалы массамызға салатын боламыз. Енді осының барлығын жақсылап тұрып миксермен араластырамыз. Қол миксері де қолдана берсеңіз болады. Ып-ыстық суға какаоны саламыз, араластырып, біздің жақсылап тұрып араласып болған жұмыртқалы массамызға осы какаомызды ыстықтай құямыз. Бір келкі болғанша араластырамыз. Мінекей, біздің уже тестіміз дайын болды. Осындай қоймалы жың, қаймақ сияқты тесті болады. Енді осындай арнайы кекс пісіретін формаларымызға құйып, ортасына шоколадты салып шығатын боламыз. Дайын болған кекстарымызды 160 градуста 25 минуттай пісіріп аламыз. Достар, мені арнама жазылуды және лайк басып комментария жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей, біздің кекстарымыз дайын болды. Енді бетіне қант ұнтағын сеуіп әрлеуге болады. Өте дәмді шығады, жасап көруге кеңес етемін. Баршаңызға ас болсын.